Бұл басты кейіпкер Ербол. Оның неге бір қолында қару, бір қолында кітап тұрғанын кейін білетін боласыз. Сонымен махаббат қызық Можылда романын қысқа уақыттың ішінде баяндап беремін. Мен оларды жақсы көрдім. Бірақ олар маған қарамады. Жалғыз қыз ғана жанымды оқты, тек соны айтайын мен сіздерге. Бұл Ербол, ол тұйық, ара-арасында өлең жазатыны бар. Соғыстан енді оралып өзінен кішкентайлармен оқуын жалғастырып жүр. Ол келе салып Меңтай деген дос қызына ғашық болады. Меңтай ол өте ақ көңіл, сұлу, тәрбиелі қыз. Ербол Меңтаймен алғашқы кездескенде ақ ыңғайсыз жағдайларға қалып, дос болып кетеді. Меңтай Ерболды өз ағасындай көріп іш тартып дос болып кетеді, бірақ жаңа жылды бірге өткізу үшін Меңтай Ерболды өз жатақханасына шақырады. Тек өзің ғана. Енді біраз алға өткізіп жіберейін, кішкентай балалар көруі мүмкін. Опты айтайын, жаңа жылда Меңтайдың үйіне барса, Меңтай ұйықтап жатыр екен. Содан кейін Меңтайға арнап Қызыл көрпе деген өлең шығарады. Соңғы шумақтарын көрсетейін. Дәурен қайда маған оны сүйетін. Пым болмаса киімін кетін, не сол көрпе астарын бір сабақ жебе болсам денесіне тиетін. Бір күні Ерболға хат келеді. Ол хатты соғысқа кетпес бұрын жақсы көрген қызы Салима жазыпты. Оның айтуынша Ербол соғысқа кеткеннен кейін жағдайлары нашарлап, соның кесірінен сол ауылдағы байға тоқалдыққа шығуға мәжбүр болыпты. Содан кейін Ербол демалыста ауылына барып қайтады. Бұрынғы үйіне барса, онда тек бұрынғы итінің ғана тірі екенін көреді. Содан кейін ауылында бұрынғы досы Танамен кездеседі. Тананың күйеуі Заманнан соғыстан қара қағаз келіпті. Заманды Ербол бұрыннан танитын еді. Ол екеуі бұрыннан дос, бауыр еді. Сол түні Ербол Танамен бірге бір бөлмеде жатып қалады. Тананың теріс қарап жылап жатқанын көріп, Ербол жұбатады. Содан соң Тана Ерболға басқаша қарап, ыңғай бере бастайды. Бірақ Ерболдың есіне бұрын дәл осы жерде Заманмен бірге жатқаны, Заманның Тана туралы айтқаны есіне түсіп, сол есіне түскендерін Танаға айтқанда Тана дереу есін жияды. Ментай, мен сені қорғаймын. Өзінің жолын мен. Бірақ сен жараландың. Мен қайтамын, уәде беремін. Саған сенемін. Ербол Меңтайға сезімін кеш білдіреді. Меңтайдың ағасы соғыста қаза болар кезінде жанындағы досына екеуіңе батамды бердім деп хат жаздырып кетіпті. Сол хатты көрсетеді. Бірақ Меңтай Ерболға сен сертіңді бұз десең бұзайын, мен де сені жақсы көрем дейді. Ерболдың ұстанымы сертке адал болу болған еді. Тумажан, менің сөздерімді жазбал. Иә, жөніс, жазып отырмын. Меңтайға айт, мен оны өте жақсы көремін. Міндетті түрде жеткіземін. Рахмет, досым. Көп ұзамай Ербол сол Меңтайдың ағасының досымен кездеседі. Және де оны Меңтаймен кездестіріп, өзі кетіп қалады. Содан соң Ербол жұмыс басты болып, Меңтайдың айтқан сөздерін ойланып жүреді. Ербол Меңтайға сертіңді бұз дейді. Бірақ ол кезде Меңтай оған тым кеш дейді. Сен алдында менімен Мажанды кезіктірген кезде ол мені еркіме қоймай бір пәтерге алып кетті. Сол пәтерде 3 күн болдым дейді. Тұмажан үйленген отбасылы адам болып шығады. Ол Меңтайды пайдаланып болған соң өз ауылына кетпекші болады. Пойызда Ерболмен кездесіп қалып, біраз әңгімелесіп, Ерболдан таяқ жеп өз ауылына түсіп қалады. Содан соң Ербол Меңтаймен қайтадан кездесіп, Меңтайға сен мен үшін бұрынғы менің Меңтайымсың деп татуласады. Сосын көп ұзамай екеуі үйленеді. Біраз уақыттардан соң Меңтай Ерболдан жүкті болады. Екеуі қуанғанымен, екеуінің қуанышы ұзаққа созылмады. Меңтай жүктілікке шыдамай қайтыс болады.
Ал енді қалған кім дейсіз ғой? Қос ғашық тана мен заман болар. Ертедегі еш ғашықтың қолы жетпеген мұратқа осы екеуі жетті. Ербол мен Меңтай бақытты болмаса да, осы екеуі бақытты болды.